Саламатсыздар ма көрермендерім? Сізге қандай витамин жетіспейді? Бүгінгі видео осы тақырыпта болмақ. Алдымен қызықты пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Адамда көп уақытқа дейін сыр бермей, білдірмей дамитын ауру түрлері бар. Алайда оны сіз өзіңізде болып жатқан өзгерістер арқылы білуге болады екен. Егер сіз ағзадағы осындай өзгерістерге мән берсеңіз, дертіңізді дер кезде анықтай аласыз. Мысалы, құлақ түбіндегі шу. Құлақ түбіндегі шу қан қысымының ретсіздігінен хабар береді. Егер қан қысымы көтерілген болса, құлақ шыңылдап бас ауырады, көз қарауытып, жүрек айниды. Адам әлсіз болып, ештеңеге зауқы соқпайды. Қан қысымы түсіп кетсе, бас ауруы кейде басылып, кейде қатты үдей түседі. Көз қарауытып, адамның жүруге шамасы келмей, денесін зіл басқандай болады. Қан қысымының түсуі көбінесе ауасы тар кеңседе жұмыс істейтіндерде, немесе өзге жаққа қоныс ауыстыратын адамдарда кездеседі. Кейде төсектен бірден тұрғанда да бас айналып көз қарауытады. Мұндай адамдардың гемоглобині төмен болуы мүмкін. Қалай десек те, артериялық қан қысымының тұрақсыздығын құлақ түбінде пайда болған шудан білуге болады. Құлақ түбінде шу мен бас ауруы мазаласа, қан қысымыңызды өлшегеніңіз абзал. Аяқ бұлшықеттерінің ауруы. Егер аяқ бұлшықеттері спорт жаттығуларымен айналысқаннан кейін немесе жүгіруден кейін ауырса, қауіптенудің қажеті жоқ. Ал егер жүрген сайын аяғыңыз талып, бұлшықетте ауырсынуды сезінсеңіз, онда сізде кальций, магний витаминдері жеткіліксіз болғаны. Ағзадағы кальцийдің құрамын көтеру үшін сүт өнімдерін көп пайдалану керек. Ал магний, қарақұмық, асбұршақ, жаңғақ сүзбеде көп болады. Магний В6 витамин қабылдасаңыз да болады. Тәбеті күшті болу. Егер сіз тамақты шектен тыс көп жесеңіз, сонда да қарныңыз ашатын болса, және де көп шөлдесеңіз, сізде қант диабеті немесе қалқанша безінің ісінуі дамып келе жатқан болуы мүмкін. Бұл аурудың өзге белгілері жүйке жұқарып, сіркесі су көтермеу, ашуланшақ болу, тамақты көп жесе де салмақ тастау. Мұндай жағдайда дәрігерге көрініп, ағзадағы қант мөлшерін анықтайтын сараптама жасау керек. Еріннің суықтауы. Еріннің суықтап жарылып кезеруі герпес вирусынан пайда болады. Бірақ кей адамдарда бұл жиі қайталана береді. Ол ағзадағы поливитаминдердің жетіспеушілігінен туындайды. Мұндай кезде құрамында цинк бар тағамдарды қабылдау керек. Ол қайнатылған етте, бауырда, қарақұмық ботқасында, жеміс жидекте көп болады. Шаштың түсуі. Ересек адамдарда орта есеппен 100-170 мың тал шаш болады екен. Шаш талшықтары сау адамның басынан да күнделікті түседі. Егер шаш талшықтары күніне 100-150 талшықтан көп түсе бастаса, онда бұл қауіпті жағдай. Ағзаға қажетті витаминдер жетіспеген жағдайда шаш түсе бастайды. Алайда шаштың түсуі мен сынуын шатастыруға болмайды. Сынған шаштың екі ұшы да тегіс болады. Ал теріден ажырап түскен шаштың басында ақ тері қалдығы көрінеді. Кей адамдарда шаш топталып бір орнынан түседі. Ол ұялы аллопеция ауруы. Бұл ауру ағзада темір жетіспеушілігінен қан аздықтан пайда болады. Шашыңыз көп түссе, қалқанша безінде де ақау болуы мүмкін. Тырнақ сынғыштығы. Кей адамдарда тырнақ бояуын шектен тыс пайдаланғаннан тырнақтар сынғыш келеді. Өйткені оның құрамындағы химиялық қоспалар тырнақты жұқартып жібереді. Мұндай жағдайда тырнақ бояуын қолдануды доғару керек. Сонда уақыт өте тырнақтар өз қалпына келеді. Ал өз қалпына келмесе, сізде темір жетіспеушілігімен қан аздықтанып келе жатқан болуы мүмкін. Мұндай белгілерді байқасаңыз, минералдар мен витаминдерді қабылдап, ауруды асқындырмаған жөн. Ең бастысы, дәрігерден кеңес алуды ұмытпағаныңыз абзал. Осымен видеом аяқталды. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.